Бәріне сәлем достар, бүгін мен сіздерге жаңа жылдық дастарханға арналған мандарин салатын жасауды үйрететін боламын. Ол үшін ең алдымен ысталған тауық еті, салат жапырағы, қайнатылған жұмыртқа, майонез, сыр және де қайнатылған сәбіз керек болады. Ең алдымен жұмыртқамызды қайнатып, қабығын тазартып алған соң үккіштен өткізетін боламыз. Үккіштің ірі жақ бетіне өткізе берсеңіздер болады. Жұмыртқа өзі өте жұмсақ болғандықтан, қатты ұсақ болмас үшін үккіштің үлкен жақ бетінен өткізе береміз. Жұмыртқамыздың барлығын үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Мен өз жағдайымда 10 дана жұмыртқаны қолдандым. Сіздер өздеріңізге керек мөлшерге байланысты санын көп немесе аз ете берсеңіздер болады. Және де келесі кезекте сырды да жұмыртқамыздың үлкен жақ бетіне өткізіп алдым. Сырымыздың да барлығын осылай үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Сырымызды да жұмыртқаны үккіштен өткіземіз, немесе ұсақ етіп турасаңыздар да болады, бірақ үккіштен өткізген дұрысырақ болады. Сонда салатымыз араласқанда бір тегіс болып шығады. Келесі кезекте қайнатып, қабығы тазартылып алған сәбізімізді үккішіміздің майда жақ бетіне өткіземіз. Себебі мандариніміздің сырты тегіс болу үшін міндетті түрде үккіштің майда жақ бетіне өткізу керек. Сәбізіміздің барлығын осылай үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Сәбізімізді дайындап болған соң келесі кезекте ысталған тауық етін турап аламыз. Ысталған тауық етінің орнына өз қалауларыңызға қарай қайнатылған немесе пеште піскен тауықты да қолдана берсеңіздер болады. Мен ысталған тауықты таңдадым. Оны видеода да осылай ұзынша етіп кесіп алып, майдалап, кубик тәрізді етіп турап шығамын. Барынша майда етіп тураған дұрыс болады. Сонда салат араластырған кезде біркелкі болып шығатын болады. Осылай тауықтың барлығын видеодағыдай етіп турап шығамыз. Тауық етінің барлығын осылай ұсақтап турап алып, үккіштен өткен сыр мен жұмыртқаның жанына бір табаға салатын боламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, үстінен тұз және қалауларыңызша бұрыш сеуіп, үстіне майонезімізді қосып, жақсылап тұрып араластыру қажет. Тұз бен бұрышты өз қалауларыңызға қарай қоссаңыздар да болады. Және майонезді де өз қалауыңызға қарай көп немесе орташа мөлшерде қоссаңыздар болады. Майонезімізді қосып алып, салатты осылай жақсылап тұрып араластырамыз. Майонезі барлық бөлігіне бірдей сіңуі қажет. Салатымызды араластырып, бетін тегістеп 15-20 минут уақытқа қалдырамыз. Содан соң пищевая пленкаға, яғни стричқа үккіштен өткен сәбізімізді қасықпен осылай жайып салып шығамыз. Қалыңдығы орташа болуы қажет, қатты қалың етіп қажет емес. Ең бастысы бір тегіс етіп осылай қасықпен қойып алуымыз қажет. Одан соң үстіңгі бөлігінен дайын начинкамызды саламыз. Және одан соң пищевая пленкамызды осылай салатты орап, ортаға жинап аламыз. Пищевая пленкамызды осылай ортасынан айналдырып бұрап, алақанымызбен домалақ пішінге келтіреміз. Одан соң пищевая пленкамыз оңай алынады. Оны алып тастап, қолымызбен қатты қыспай, жұмсақ күйінде мандаринімізді тарелкаға орналастырамыз. Мандариніміздің барлығын дәл осы әдіспен осылай домалақтап жасап, тарелкамызға салып шығамыз. Менің мандарин салатым дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Жаңа жылдық дастарханға таптырмас ас болады. Астарыңыз дәмді болсын.